Ұстаз, жәннетте еркектер қанша жаста болады, әйелдер қаншада болады дейді. Бізге сол маңызды. Жәннетке бару маңызды, какая разница қаншада боласың? 17-те боласың ба, 28-де боласың ба, мүшелде боласың ба? Сол жаққа бару проблема. Бару проблема. Сен переживать етіп жүрсің, қаншада боламын, түрім қазіргідей боламын ба, 17-те боламын ба, 35-те боламын ба, 33-те боламын ба? Оқшат қалай, какая разница? Саған бару проблема. Біреу сұрайды, жәннеттегі қыздардың, хор қыздарын аңсаймыз ғой, еркектер. Хор қыздардың шашы қандай цвет болады? Какая разница қандай цвет болады? Сен барсаң, көріп аласың өзіңе. Сен барамайсың, мына жақта ойланып отырсың, так, сары бола ма, блондинка бола ма, брюнетка бола ма? Так, қандай болады екен деп. Барсайсың жаққа. Барғаннан кейін өзің көріп аласың. А сен менен сұрағың, мен қалай сол хор қызға жетем десең, мен саған айтып беремін, мына жолмен жүрсең, Құдай қаласа, осы тыңдай берсең, осылай жаман болмайсың. Сол хор қызына Құдай барасың, Құдай қаласа. Он 18 жасар қызым дейді, үйден қашып кетті. Қайтсын деп дұғада болыңызшы, 4 балам бар еді. Осы қызым солай болды, қайтпай қашып жүр, әкесі жоқ, қайтыс болды дейді. Дұғадамыз, қайтсын. Енді жақсы нәрсе емес, әлбетте. Алла жеңілдік берсін сізге. Қалған балаларыңызға ие болыңыз енді. Әйеліне көп боқтанып сөйлейді, дұрыстап сөйле десе қоймайды. Әке шешесін боқтап сөйлейді, қалай қойдырсақ болады дейді. Енді көріп тұрсыздар ғой, еркек өз сондай болса, әйелін боқтай берсе, оны әйел түзете алмайды. Әйел ол өзі түзелем деп келген біреуге, бір әулетке сіңем деп келген. Енді сен өзің таңдаған шығарсың сол күйеуді. Біздің қателігіміз осы ғой, үйленгенше джентльмен болып есікті ашып беріп, бір ауыз боғауыз сөйлемей, сондай нәзік болып тұрады. Үйленгеннен кейін боғауызын шығарады. Не істейсіз енді? Дұға қылыңыз, сұраңыз, намазға тұрыңыз, Алла жүрегіне инсап берсін. Одан кейін жаңағы айтпақ болғаным, ерегіспеңіз. Сіз ырыс келді, қажым бешіне имамсыз Астана, иә. Дұға үздіксіз дейді, жасалып жатыр дейді. Иманым әлсіреп қайта тұрдым дейді. Барлық қорғануды жасап жатырмын дейді. Тағы не істеуге болады, бар құлшылықты орындап жатсам да дейді. Меніңше сіз бәрін жасап жатқан жоқсыз. Егер бәрін жасағанда бұндай болмайтын еді. Егер сіз айтқандай, сіз сондай айттыңызда, как будто жер бетінде құлшылық қалмады, мен бәрін жасадым дегендей. Егер олай қылатын болсаңыз, сіздің өміріңіз тұрмақ, сіздің айналаңыз басқаша болатын еді. Барлығы мұстахилун демалысқа кетіп қалатын еді. Басқаша өмір болатын еді. Демек, проблема бар деген сөз. Жасап жатқаныңызда хушуғ бар ма? Шынайы берілу бар ма? Бұл бір. Екіншісі, қаншалықты берілу бар? Бұл екі. Үшіншісі, жеген ішкен дүниеңіз адал ма? Мүмкін арам бар шығар, оны қараңыз. Одан кейін біреудің ақысы мойныңызда, біреудің қарызы жоқ па? Ол. Біреудің қарғысы жоқ па? Ол. Одан кейін ата-анаңызбен мәмілеңіз қалай? Ол. Содан кейін доска, жаңағы дос, подружка дегендердің ішінде қандай адамдар бар? Қандай адамдар бар? Мүмкін араласқан адамдарыңыз дұрыс емес шығар. Осында қарап көріңіз. Бізге Алла жеткілікті, ол ең жақсы қамқоршы, машалла. Таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Тамаша. Мен таң намазда ұйықтап қала беремін. Иманды әлсіреп жатыр, не істесем болады? Сіз жансыз ба, саясыз ба? Қайсысыз? Жан саян екеуін қосыпсың. Мәселе соған байланысты айтылады. Сәлеметсіз бе? Әйел адамдарға уағыз айту үшін не істеуім керек? Құранды оқып жүрмін дейді. Уағызды бірінші өзіңізге айтып көрсеңізші. Сол айтатын уағыз сіздің бойыңызда бар ма? Осы сұрақты қойыңызшы. Біреуге уағыз айтардан алдында адам уағызды өзіне айту керек. Нәпсімен өзі күресу керек. Өзінің эгосымен күресу керек. Бүкіл айтқан нәрселеріңізді сіздің бойыңызда бар ма? Жауап іздеп көріңізші соған.
Сізде өзіңді жоқ болса, біреуге айтқанда не пайда? Оның мысалы өзің жалаңаш болып кейін елге киім таратып бергендей. Елдің барлығына тамақ беріп, өзің аш қалғандай. Одан қайыр жоқ жан. Сондықтан өзіңізге сіңіріңіз сол нәрсені. Сонда басқаға айтудың керегі жоқ. Ол қарабақ өз ләззат ала беретін болады. Автобуста инвалидтер, кәрілер, балаларға орын бермегені кінә ма? Автобустың ақшасын төлемегенше, автобустың ақшасын төлемеген біреудің ақысы болады, арам болады. Қияметте сұралады автобустың ақшасы. Ал енді орын бермеген ол да күнә болады. Әдепсіздік болады бірінші. Егер инвалид тұра алмай, қиналып, ауырып, жаны қиналатын болса, онда арамға дейін өтеді. Егер сол жерде өліп кетсе, қияметте тұрған сен орын бермеген үшін өліп кетсе, жүрегі жарылып, пақ атып, сен жауап бересің сол үшін. Сондықтан ол жақсы нәрсе емес. Осы айтады ғой, жұмақта кездесеміз деп. Сонда мен өз жұбайыммен дейді, кездесем ба, ата-анаммен кездесем ба дейді. Жұмаққа адам барлық жерде кездеседі. Тозақта да кездеседі, жұмақта да кездеседі, однеде кездеседі, барзақ әлемінде кездеседі, барлық жерде кездеседі. Барлық жерде кездеседі, бірақ тану-танымау мәселесі болады. 3-4 жерде бір-біріміз танымаймыз, танығымыз да келмейді. Ол амал дәптерлер берілгенде, дүниеде істеген күнә сауаптар берілгенде, таразының үстінде күнә сауаптары өлшенген тұста, одан кейін Сырат көпірінен өткен кезде осы жерде бір-бірін танымаймыз. Түнгі ұйқыда бастырылып қалуға оны айтқанбыз талай. Сөзің жараспайтын адаммен дейді, араласпаған тәкаппарлық емес пе дейді. Араласу деген бір бөлек. Сөйлесу деген совсем басқа нәрсе. Сіздер бір сөзге бір нәрсені қоса бересіздер. Қазақ айтады, ақымақ дейді, шынын айтам деп сырын айтады дейді. Шынын айту керек адам, мынандай, бірақ сырыңды айтпа деген сөз, жақсы сөз, Құды сол сияқты адаммен араласу. Егер сен ол арқылы өзіңнің сырыңды айтып қоям, немесе ол емес, мен аузыма сөзіме ие бола алмаймын, жүрегіме тақ дейтін болсаң, әлбетте сөйлесу керек кіммен болса да. Сөйлеспеу тәкаппарлыққа жатады. Егер сен сөйлеспей, менсінбей кетсең, мысалы саған ассалаумағалейкум деді. Көп жолы. Біріншісі, Алладан ғана үміт ету керек. Екіншісі, біреудің ақысына кірмеу керек. Үшіншісі, береке кіру үшін біреудің қаны, жаны, жылауы, көз жасы сенде бірде болмау керек. Келесі, ағайын туған туыстардан үзілмеу керек. Яғни ол сенен үзілсе де сен үзілмеу керексің. Одан кейін көпшіл болыңыз. Үйге қонақ шақыруға тырысыңыз, бір адам болса да. Одан кейін үйде тыныштық болу керек. Ер мен әйел адамның ортасында орысша гармония дейді, түсінікті болу үшін қазақша түсіністік болу керек. Ол қисық болып, сен мына жаққа қисайып жатсам болмайды. Бұл қисайса сен кішкене түсіністікке келуге тырысу керек. Сонда ғана береке келеді. Әйел адам неке қия ма дейді, жай ма? Әйел адам неке қиса, оған біреу отыр уағыз айтайыншы деп. Сен неке қисаң, молдалардың бәрі кетіп қалды, әйелдердің компаниясы, әйелдер мешіт ашылып кетеді ғой бізде. Жоқ, ол дұрыс емес. Таң намазын жақында ғана бастап едім. Таң намазын ғана оқып жүрмін. Таң намазы 2 ракат парызын дұрыс түсінбей, 4 ракат оқып жүріппін. Намазым бұзылды ма дейді. Қабыл болсын. Бұзылған жоқ, қабыл болсын. Қабыл болсын. Жаңадан бастап жатыр кез, енді біліпсіз. Сол үшін айтамыз, жаңадан бастаған кезде үйдің қасындағы мешітке барып, имамға бір көрсетіп алыңыздар. Адалдықтан таймаңыз дейді. Рахмет. Сіздердің осы дұғаларыңыз, сіздердің осы тілегендеріңіз, еселеп қайтсын. Сіздердің әрбір дұғаларыңыз мені тәрбиелейді, мені жетектейді, маған орысша айтқанда мотивация береді. Имам ағзам көшеден кетіп бара жатса, бір-екі адам сөйлепті, енді ол кезде тикток жоқ, инстаграм жоқ, екеуі сөйлесіп отыр дейді, отырып алып. Имам ағзамды көрсет, мынау түні бойы намаз оқиды депті, ұйықтамайды депті. Сөйтсе имам ағзам естіп баратыр дейді өзі. Мен ондай емеспін, мен түнде ұйықтаймын депті. Бірақ мен туралы рас осылай айтып атса,
я должен соответствовать, мен сондай болуым керек екен деп, ары қарай өзін мотивация қылып тәрбиелепті. Құдысы сияқты сіздердің әрбір сөздеріңіз мен ары қарай жігерлендіріп медитация құнама. Медитацияны салауатпенен, медитацияны Алланы зікіріменен айтса басқа мәселе. Таң намаз қанша парыз? 2 парыз. Ертең анамның қайтқан күні тура 18 жыл болды. Құран бағыштаудан басқа не істесем екен дейді. Сонда сіз анаңыздың құрметін только өлген күні құрметтейсіз бе сонда? Бұл мен сізге айтып жатқан жоқ, жалпы түсінікке халықты болсын. Ертең мамам туған күні, өлген анам, немесе қайтыс болған күні, әкемнің, атамның кім болса да. Сонда сол марқұм аруақ анаңыз сізге не, туған күні ғана керек па не? Өлген күні керек па? Расында қазіргі жастардың көбі солай, өлген күні, туған күні. Біз анамыз бізді емізгенде, тоқташы, мен каждый жылына 2 рет емізсем деді ма? Неужели сіздің анаңыз лайықты емес күнде Құран оқуға, күнде дұға қылуға, күнде жақсы амалды жасап, сол анаңызға сыйлауға лайықты емес пе не? Қалай? Жоқ, мен бүкіл Құранның бәрін где-то өлген күні оқимын, туған күні оқимын. Жоқ, мен бүгін оқымаймын. Неге? Ол өлген жоқ қой пока. Өлген күні оқимын десек не болады, айтыңызшы? Бұл сол қаншалықты қабыл болады? Сен жыламай шыдай тұр, өлме. Жылама бүгін. Мен сені аптасына 1 рет емізем десек, өліп қалмадық па біз бәріміз? Жоқ. Сонда лайықты емес пе не күнде Құран оқуға аналарымыз? Күнде қол жайып, күнде дұға қылуға лайықсыз ба аналарыңыз? Күнде оқыңыз, күтпеңіз. Әр шай ішкен кезде, әр жақсы. Енді осыған плюс қарындасым. Жұматай, тағы плюс, тек қана Құранға байланбаңыз. Құраннан басқа да қайырлы сауапты амалдар өте көп. Біз тек қана Құранға жабыс балғамыз бүйтіп. Құран ғана оқу керек деп. Жоқ жан. Сенің әрбір жақсылық амалыңыздан сауап болады. Біліңіз, дұға қылдыңыз, жақсы болды ма не? Сонда дұғадан кейін мама керек жоқ па? Бізде солай түсіндік. Құран оқыдық, амин, 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 бәріміз бата қылдық. Құраннан кейін не? Шторка закрывается, что ли? Дұрыс емес ол. Яғни сіздің әрбір амалыңыздан сауап барады. Намазға неге тұрмайсыз? Намазға тұрсаңыз, 5 уақыт намаздың соңында, намаз оқитын бәрі білет, сәлем берердің алдында мына дұғаны оқимыз. Раббана ғфирли вәли вәлидайя. Я Алла, мені кешір, әке шешемді кешір деп. Қайсыңыз күніне 5 рет дұға қылдыңыз, айтыңызшы анаңызға. Тек қана намаз оқитындар жасайды. Өйткені ол шынайы жақсы көреді мамасын. Анасын дүниеде өткендердің бәрін жақсы көреді. Қараңызшы, 5 рет айтасыз. Раббана ғфирли вәли вәлидайя. Я Алла, мені кешір, әке шешемді кешір. Я Алла, мені кешір, әке шешемді кешір деп күніне 5 рет дұға бағыштайсыз. Біз жылына 1 рет Құран оқимыз. Болды ма? Сонымен өлшедік қой. Енді спокойно жата беремін. Памятник тұрғыздым, ас бердім, мойнымна тас түсірдім, подружкаларын шақырдым. Болды ма? Бітті ма сонда? Жоқ жан. Сенің әрбір жақсылық амалыңыздан. Мен сізге былай деп айтайын. Туалетке кірген кезде сол аяқпен кіріп, үйге кірген кезде оң аяқпен кіріп, тамақ ішетін кезде бисмиллахир-рахманир-рахим десең, көзіңді күнәдан сақтасаң, құлағыңды өсектен сақтасаң, аузыңды жаман сөзден сақтасаң, осы нәрсенің барлығынан аналарыңызға сауап барады. Әкелеріңізге сауап барады. Даже әкеңіздің әкесіне барады, атаңызға, атаңыздың атасына барады, атаңыздың атасының атасына барады. Содан адам ата Нұх пайғамбар ешкім қалмайды. Бәріне сауап барады. Түгел бәріне. Ең қызығы сауап азаймайды. Так, мынау жақынырақ саған, сондықтан бұған көбірек барады. Ана үлкен атаны танымайсың сені. 50 жыл бұрын өліп кеткен, сен туылмай тұрып, оған сауап аз бармайды. Бәріне теңдей береді. Сонда бүкіл аруақтар сіз үшін қуанады. Қандай береке нәрсе. Сондықтан жақсы амал жасаңыз. Өзіңізді жақсылыққа қанша көп тәрбиелесеңіз, сонша біздің қазақ аруақ сыйлаған халық аруағына сонша сауап барады. Біліп алыңыз. Сіз жасай беріңіз. Бағыштамай қой. Бағыштадым, направить еттім, еренен, жаңа ик-пик-сик, ештеңе айтпай қойыңыз. Жақсылық амал жасай беріңіз. Сіздің әрбір амалыңыздан марқұмдарға сауап бара береді. Олардың аруағы көтеріле береді. Мәселе осыда.
Сондықтан, ардақтылар, жақсы амалдар жасай беріңіз. Ешкімге қарамаңыз. Алланың ақтығын біліңіз, пайғамбарымыздың пәктігін біліңіз, дініміздің туралығын біліңіз, және осы Құран мен сүннетке жақсы имам ұстаздар тыңдаңыз, сол амал жасай беріңіз. Болды.